Сегізінші қара сөз. Осы ақылды кім үйренеді, насихатты кім тыңдайды? Біреуі болыс, біреуі би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланыпты жүрмес еді. Олар өздері де үздік кісіміз, өздеріміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтарлықпыз деп сайланады. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлігі ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын және тыңдайсын десе де қолы тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар, ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Елдегі бұзақыларымызды бүлдіріп аламыз ба? Немесе халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба? Деген ебіне қарай біреуді жетілейтін деп біреудің құтылтайтын бейнеттің бәрі басында қолы тимейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малымен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, адамдық, ақыл, ғылым, білім, еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білімі, ұяты, ары, жақыны, бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де қолы тие ме? Ол малды сауырмақ, тойғызбақ, саудасын жиғызбақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры-бөрі, қыс, суық сұғанақ, солардан сақтанбақ. Солардың сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып, келіп мақтанған орналастырғанша қашан қолы тимейді. Енді ұры залым, сым-сұрқия өздері де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар күнде де көре алмай жүр. Аналар анандай болып тұрғанда білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым, кедейге керегі жоқтай-ақ. Біздің не қыласың? Ана сөзді ұғарлықтарға айт дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдыңғы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмас керек.